Инсанлар өзара мунасебетлеринде өзлерини чешит тарзда алып баралар. Инсанларнын тагдирлери бири-биринен орулуп, бири-бирине тесир билдири. Бул мунасебетлер атеш кыбы эм кыздырмак, эм якып ташламак мүмкүн. Бели yazıcımız Uriye Edemovanын эсерлеринде инсанлар мунасебетлери акында чок айтыла. Элемли көз яшлар икаясы муэлифнин илки жыйынтыгында басылган эди. Урие Эдемова, Элемли көз яшлар. Сабадан акшамга же жер yüzüne алевли шавлелерини сачкан күнеш неайет yüksek кырлар артына саркты. Элемликле яз акшамы келди. Иштен кайткан адамлар алел-ажеле иш урбаларыны ташлап, кийинип кушанып, шен чалгы давышы яңгыраган, давул дымпылдаган көк боялы эвге догры кеттилер. Онда той кети. Совхознун агроному Эльвира Муслединова Зекирия Османовга эрге чыкка. Той бакшышларыны колтуклары астына кыстырып кетмекте болгон мусафирлер бири-бирлерине таажипнен. Бу насыл болду я? Эльвира Шевкетни себейди де. Ожанын көйге келгенине 5 ай болмады, энди той япа. Хужуршей, Шевкет деп ойландык, Зекирия болуп чыкты. Эралда Эльвирага Шевкет лайык эди. Табиатлары келишмегендир да. Bundan 2 yıl evvelsi koy хозяйствосы институтunu битирген Эльвира doğru Тан совхозуна келип түштү. Тирнекли чалышуунун, хош муамелесинен ве хусусан ишке садыклыгынын жамааттын көзүнө кирди, оларнын урметин казанды. Совхоз механизатору Шевкет исе бу дал фидан бойлуу, ири кара көзлүү эсмери Дүлберге юректен урулду. Эльвира да бу кызыл черели күлер yüzlүү чевик аракетли йигитке самимийлик беслесе керекки, туплашууларда, клублардагы эгленжелерде, жыйынларда, байрамларда эр дайым Шевкеттин янында булунду. Бир күнү оларнын evleneceklerine, bir saçak астына ev bark kuracaklarına hiç kimse şüphe etmedi. Мына шунун үчүн де бүгүнкү той совхоз жамаатын кубандырмактан зияде айретте калдырды. Doğru, эки жыбан арасында субуклук бираз эрте башлады, ләкин буну жамааттан пек азы эследи. Чүнки койге яны келген ожа Эльвиранын юрегине көзге эсленмеден айланчыклы жолларнен келип кырды. Ожа адыны ташыган бу эрифни не үчүндүр билмем, совхозда эч ким себегенмеди. Онун yüzündeki sunni тебессум, халкынын муамелесиндеки yerli-yersiz мулаемлик, серт бир ел киби адамларны ондан четлештире берди. Тек бир Эльвира. Көзлери sevgi пердесинен ортулген Эльвира бу адамнын ялдызлык кылыф астындагы көфлүү юрегини көрмеди ве сезмеди. Күндөрдүн биринде мектеп талебелерини памук жыймага чыгардылар. Зекирия балаларını тарлада калдырып, озу шпанга, карабул эвчигине келип кырды. Онда Эльвира борозу эди. Жеп дефтерине насылдыр бир кайдылар япайды. Хош келдин, Зекирия, деди Эльвира, кара көзлерини оңа көтерип. Буюр, отур. Зекирия онун яй кеби созулган кашларына, узун кирпиклерине, күнештен биразда сыярган эсмери yüzüne сукланып бакарак, сонки дарбени эндирмеге азырланды. Бу орталыкнын тилинен тасвир этилмес дүлбер манзарасы дерсин махсус севдалар үчүн яратылган. Көккө узанган селбилер, пытакларыны кыз сачлары кеби көлгө саркыткан сугут тереклери, яз чилесинде биле карлы дагылардан эскен серин еллер, хусусан акшамлары караңлык түшкен сон. Шунун үчүн олса керек, кежелери севдалар бу орталыкта топланалар, бүлбүллер кеби өтелер. Бир фаркы болса, уда бүлбүллер терек далларында, севдалар исе терек түбүндө. Зекирия кыскылдап күлдү. Онун зифт кара инже чыкмыйыклары кемерлешкенки болду. Böyle şeylerden meraklansanız керек, dedi Эльвира ve өзү де күлүмсүреді. Yok canım. Biz iş adamlarının böyle şeylerге вакыты калмай. Түнеун акшам педсоветimiz кеч бітті, ятмаздан evvel чыкайым, біраз теміз ава алайым деп бу тарафларга айландым. Баксам, чохрак башындагы чынар түбүндө эки бүлбүл өтүшө. Севем, тек сени севем, де эркек давушы. Айтканларына инанма, мен онуңнен ялныз шака этип жүрем. Onun özü meni sevi, артымдан deli divani olup yüre. Bilmeyim, yakamны ondan nasıl boşarım. Men bu sözlerini eşitip şu yigitnin yakasına asılgan anqav kız kim eken dep oylandım.
Я у егет ким еді? Ким олсын? Анағы шаплавыз тракторжы. Мазутлы бар да, Шакирмі, Шевкетмі, недір шонын ады? Эльвира өзінің хабері олмадан отырған ерінден атылып тұрды. Юрегі пычақнен телчеленген кебі сызлады. Зорнен өзіні елге алды. Не апажақсың? Böyle şeyінен қопайған яшлар да бар, деді. Деді ама, юрегі Шевкетке қаршы нефретінен толып ташты. Дерсін оның ең самими дұйғылары, жүрек ісілері аяқ астына алынды, чамырылға бұлғаланды. Қованчнен қанатленген Зекерия шыпандан шыққан арада, онда чапмақнен нефесі тұтылған Шевкет пейда oldu. Эльвира, bu nasıl şey? Машинанен жиылажақ тарлаға мектеп балаларını қойғансың. Эльвира оның yüzüne bile айланмайып бақмады. Не yapқанымны? Өзім білем, деді. Қарышма, бар өзінің ішінен оғыраш. Эльвира, сен не айтасың шу? Эльвира афақанлы ірі көзлеріне Шевкетке тікіп, не айтқанымны өзім білем, деді ве чевіріліп кетті. Бірқач күнден соң совхозда топлашу болды. Шевкет клубқа әркестен өгіне келіп, ер алды ве Эльвираны бекледі. Ләкин севімлесі көрілмеді. Енді топлашу башлайым деп тұрғанда, оның беклеген адамы қапыда Зекерияның пейда oldu. Топлашуда памуқ жеуінің кетішаты аққында қызығын лақырды oldu. Шевкет де сөзге шықты. Памуқ машиналарының азырлығыны, бүгін ярын памуқ жимаға башлайжақларына айтты. Севімлісінің адыны тілге алмайжақ олса да, нұтқының сонында олдырамады, вичдан талабынен айта қойды. Мені агрономымыз Муслединова арқардашының япқанлары тәжіплендіре деді. Низам тертіп бақажағы еріне, мектеп тәлебелеріні машинанен жиылажақ қартаға қойды. Агрономның бұл месулетсізлігіне қаршы дирекция тарафындан қатты чаре көрілмесіні талап етем. Эльвираның башындан ашағы қайнаған су токілген ке болды. Зекерияның айтқанлары доғыры екен, деп оқынды. Ондан башқа жема төгіне мені тап бұқадар масқара етмез еді. Зекерия зәйірлі бейкебі бұл екі живанның арасында орымчек ювасыны оре берді. Чоққа бармадан жемаат ортасында Эльвира ожаға ерге чықа екен, еміш-демішлері дарқалды. Сабыры енді бұғазына тірілген Шевкет тарлада агрономның бір өзінен раст келішіп. Эльвира, тойыны сол ажақ дейлер, бұл лақырдылар доғыры ма? Деп сорады. Ондан саңа не? Я бізім достлығымыз, sevgimizning ebediliği hakkında bir-birimizge bergen sözlerimiz. O sözler boş şey eken. Бар оларны Чынар терегі түбінден араштыр. Мен сенің яқаңа асылып қалмақ істемейім. Эльвира бірден кері бұрылып, тарладаки адамларға доғры кетті. Шашқан, шашмалаған Шевкет оның артынан бақып қалды. Бақты ама Эльвираның көзлерінден токелген яшларны көрмеді. Іште бүгін той. Зиллі Дареве дауылының домпулдылары бүтін совхозға жайрады. Мұсафірлер епкелелер, тек бір Шевкет жоқ. Қомшы койге кетті дейлер. Яш келінінен Киевнің омырлері бір қач айт тынчылық ве муабетлікте кечті. Эльвира евленгеніне не қувана ве не де пешман олайды. Түшінгені кебі Зекерия Османов айлы омырынде де незакетлі, яқшы муамелелі бір адам олып шықты, дерсін құш ағызындан біле чоп алмайжақ. Эльвираның тынчылығыны бозған бір şey olsa да, о Шевкетке беслеген ескі sevgisinin ve sonunda қозғалған нефретінің кәде бір юрегіні сызлатмасы еді. Шевкет не үшін мені алдатты? Біз бір-бірімізні чын қаліптен севейдік те, суалі, оның ақылындан да, юрегінден де шықмады. Денізінің бірден шапырып көпіргені, фуртуна қопарғаны кебі Зекерия Османовның денішмесі де апансыздан башлады. Яш келіншекінің пішірген ашларыны евелден мақтай-мақтай пармақларыны ялап ашаса да, енді оларны датсыз-тұтсыз ботқаға ошатты де совхоз ашханесіне алышты. Қадыны штанжиклеріні өтілемеге білмейкен, сен қадын дегілсін, чобан олмақ керекедің деп океленді. Эльвира еп тарлаларда юрейкен, мені бақмай жоқ олсан, не үшін ерге чықтын деп бұр чанлады. Илк бар еді. Эльвира ерте ярық тұрып, керс жүзмаларыны аяқларына соқты ве суварылмақта олған тарлаларға кетмеге азырланды. Ақыз, өтіклерімні темізледің мі? Сабалы қашым азыр мы? Бұл янаша одада ақ чаршафлы кроват үстінде кейф чатып ятқан Зекерияның дауышы еді.
Onun emiri нәтижесі Эльвираның бағырына yüzlerінен ине олып санчыды. Енді баяғы вақыттан берлі içinde топланып келген ачуы боғазына тықылды. Мен саңа дая дегілім деп бағырды Эльвира. Өтіклеріңні озын темізле, ашыңны да озын азырла. Ишлеген тек бір сен дегілсін. Янаша одадан насылдыр бір патырдылар етштілді. Недір ерге түшіп яңғырап парланды. Шу арада софаға Зекерия шығып бір елінен Эльвираның қабарық сачларындан қапышлады, екіншісінде оның башы үстіне көтеріп, Зекерияның көтерілген елі бір қач сәние авада асылып қалды. Оның афақанлы көзлеріне бір аничіне қорқы ветелаш тұшып, софаның босағасында құчақ баласымен пейда олған қадынға бақып қалдылар. Қадынның артындан içeri чапып керген 4 яшар оғланчық Зекерияның аяқларына сарылып, «Бабам, бабачығым» деп қычырып еберді. «Енді сені еш бір яққа ебермеміз». Балалы қадын оғлының қолындан тұтып кері чекті ве «Ташла оны, еллеріні бұлаштырма» деп сертейді. Ойлы адамдан баба олмас. «Муслиме, сенің айтқаның недір? Мен сені де, балаларымны да кене евелкісі кебі». Зекерияның шашқын көзлері балалы яш қадынның нефрет толы бақышынен чатышты, о сұсты. «Мен саңа келмедім», деді Муслиме. «Мұқтач дегілміз. Сенің масқаралығыңны, совхоз адамларына, мұна бөле яш қызларына яқмаздан евел айтмаға келдім. Сенің кім олғанını білсінлерді, яныңдан кечкенде етеклері саңа тисе, оның ұжыларыны кесіп атсынлар». Неге оғрағанını анламаған Эльвира, дүбінден кесілген яш фидан кебі бірден ерге серілді. Есі кетті. Муслиме суға чапты. Зекерия есе теналықтан пайдаланып азбарға атылып шықты ве зуа жақолды. Бұл вақыт елінде мазут қопқасы олмасы ұзыре yolдан кетмекте олған Шевкеттің көзіне Зекерияның пешінден «Баба, бабачығым» деп чапқан бір оғланчық илішті. Евелден де бұл адамға чоқ ишанч беслемеген Шевкеттің үрегіні кедерлі шек шуберлер сарып алды. О қопқасыны ел кенарына ташлап, 2 адымда Зекерияның артындан етті, мазутлы елінен оның ақ бұжағының еңінден қапышлап, «Евге табай юр, лав бар» деді. Зекерия бір шейлер дейжек олды, ләкин Шевкет оңа құлақ асмады. Тартқычлап оны софаға кірсетті. Бақса таныш олмаған яш қадын, чересі ап-ақ кесілген Эльвираның башында тіс чөкіп, оңа су ичере. Шевкетте шу ерде тіс чөкті. Эльвира бір қач ютым су ичкен сон, ұзын кірпкілерінен ортылы көзлеріні açты. «Тынчлан, Эльвира, тынчлан жаным», деді Шевкет. «Кечер, ершей кечер. Мен докторны барып чағырайым». Эльвира көзлеріні бір да юмып, дудақларыны зорнен әрекетлендірді. «Бағышла, Шевкет, янылғаным». Бұл вақыт оның янақлары үстінден елемлі көз яшлары тығырып түштілер. Böyle етіп бұл hikayeni де оқып бітірдік. Ақиқи из дұйғыларыңыз сізлерге яшамақ үшін ғайрет қошсынлар. Шынды есе сағылықнен қалыңыз.